Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен бастауыш сынып мұғалімі Боранбаева Аманкүл Пірәліқызы. Апай, мектеп тарихын білесіз бе? Әрине мектеп тарихын білемін. Бұл мектеп 2003 жылы қазан айында ашылған болатын. Бұл мектептің ашылуына біздер де атсалыстық. Өзіміз келген оқу құралдарын, парта, шкаф деген сияқтыларды өзімізбен бірге осы балалардың жағдайын жасау мақсатында әр сыныпқа орналастырдық. Рахмет. Мектепте бастапқыда қанша мұғалім болды? Біздің мектепте бастапқыда негізі 600 орындыққа ашылды деді, бірақ бастауыш сыныптарда 12 сынып болды. Әр сыныпта бірінші класста А, В, екінші сыныпта да сондай 12 сынып, 12 мұғалім болдық бастауышта. Рахмет. Ал жалпы 50-60 мұғалім болды мектеп бойынша. Сұхбатыңызға рахмет. Қандай қызық ситуациялар болды басыңызда бастапқыда? Және де қазіргі таңдағы мектеппен өткен мектеп, яғни қазақ орта мектебінің айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Бұрын қазақ орта мектебі болып ашылған кездері сыныпта қазіргідей 20-25 бала болған жоқ. Ол кездері 35-40 баладан оқыдық. Сосын қазақ орта мектебі болғанда әрине мектеп жаңадан салынғаннан кейін әдемі, жарық болды, барлық жағдайлар жасалды. Енді қазірде де жаман емеспіз ғой, шүкір, бірақ бала саны көп. Осы қазақтардың балаларының, қазақ халқының жалпы көбейгеніне қуаныштымыз ғой. Сыныптарында саны өсіп жатыр, балалар да көбейіп